Сәлем достар, бүгін біз сіздермен самсаның түйу әдісін көрсетемін. Ол үшін ең алдымен фаршты дайындап аламыз. Мен кішкене фарш, май және пиязды лукарескадан турадым. Лукарескаларыңыз болмаса, қолмен тура берсеңіздер де болады. Және де фарштың үстіне кішкене кристаллик, қара бұрыш, тұзыңызды салып, және де мен приправа салам. Салмасаңыздар да болады. Барлығын салып болған соң жақсылап араластырып аламыз да қамырларымызды 35 граммнан барлығын бөліп аламыз. Видеодағындай домалақтап қамырымызды қысып, үстінен басып, қамырымызды жайып аламыз. Қыздар, не жұқа болмау керек, не қалың болмау керек. Орташа қалыңдықта жаямыз. Ортасына фаршты саламыз да екі жағын жақсылап біріктіріп, шетінен қысып, басып, түйіп шығамыз. Видеода көрсетілген істесеңіздер өте оңай әрі тез. Видеода анық көрсетілген қалай түйу керек екендігі. Мұқият қарасаңыздар өте оңай. Және де қыздар, бір айтатыным, бұл самсаны осы түйілген бойда табаларыңыздың астына пергамент қағазын қойып, морозилкада қатырып алсаңыздар, 3 айдан 6 айға дейін еш нәрсе болмайды. Морозилка қосулы күйінде тұра береді 6 айға дейін. Кез келген уақытта қонақтарыңыз келген жағдайда сразу морозилкадан алып, пешке салып пісіріп аласыздар. Өте дәмді, өзінің дәмін де бұзбайды. Тура свежий күйінде өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Морозилкаға салмай тұрып, бетіне жұмыртқа жағып алыңыздар. Жаңа күнжіт болса күнжітіңізді, мак болса мак себіңіздер. Әркімге әртүрлі ұнайды, мен бұл жерде жұмыртқаның үстіне күнжіт сеуіп шықтым. Осы күйінде морозилкаға салып қатырып алдым. Мен әрдайым осылай жасаймын. Қонақ келгенде тез әрі ыстық күйінде ұсына аласыздар.